Assalamu құрметті 3-ші сыныптың оқушылары, мен бүгін сіздерге математика сабағынан 115-ші сабақ разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі туралы сабақ түсіндіретін боламын, және соған сәйкес есептер шығарып көрсететін боламын. Ал кеттік, бірінші тапсырма, яғни бұл тапсырмада Wolfgang Amadeus Mozart, яғни австриялық композитор және музыкант, виртуоз, ол ең танымал классикалық композиторлардың бірі. Яғни Моцарт 17 жасына келгенше 4 опера, одан 3 есе артық симфония, симфониядан 2 есе артық соната жазған. Осы уақыттарда жас композитор барлығы қанша ірі шығарма жазған, соны есептеп табуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Яғни опера, 4 опера, одан 3 есе артық. 3 есе артық десек не істейміз? Яғни 4-ті көбейтеміз 3-ке. Сол кезде 12 шығады. 12 не? Симфония. Енді симфонияда ал енді симфониядан 2 есе соната жазған. Симфониямыз 12 шықса, енді сонатаны анықтаймыз. Үшінші соната 12-ні қанша көбейтеміз? 2-ге. 2-ге көбейтеміз. 24 шығады. Енді бізден сұрап тұр. Осы уақыттарда жас композитор барлық қанша ірі шығарма жазған? Енді қосып шығамыз. 4-ке 12-ні қосам. Оған қосам 24-ті. Баған түрінде қосып есептеп тексеріп көруге болады. 4-ке 12-ні 16, оған 24, яғни 40 болады. Барлығы болды 40 дана шығарма жазған. Қанша жасында? 17 жасында. Келесі есепке көшейік. Келесі есеп. Яғни енді мына жерде оқушылар көріңдер, көбейту қалай орындалатынын көрсетіп шыққан. Мына жерде көбейтуді қалай орындалады, содан кейін бөлу қалай орындалады, соның алгоритмдері көрсетілген. Осыны көріп жазып алыңдар, яғни кітаптарынан жақсылап осыны мықты меңгеріп алыңдар. Ал енді келесі есеп, яғни 3-ші есеп. Бұл жерде өрнектерді баған түрінде жаз және есептеп көрсет дейді. Яғни баған түрінде есептеуді білесіңдер ғой. Сендер баған түрінде есептіңдер, менің шығарған жауабымен тексеріп көресіңдер. Бірінші 47-ні 2-ге көбейтсек 94 шығады. 42-ні 3-ге көбейтсек 126 шығады. 84-ті 6-ға бөлсек, яғни мына жерде 4, 14 шығады. 84-ті 7-ге бөлсек 12 шығады. 18-ні 4-ге көбейтсек 40, 32, 72 шығады. 27-ні 3-ге көбейтсек 81 шығады. 133-ті 3-ге көбейтсек 399 шығады. 234-ті 2-ге көбейтсек 468. Яғни сендер баған түрінде осыны көбейтіп тексеріп шығыңдар жауаптарында. 936-ны 3-ге бөлсек, соңы 2, ортасында 1, одан 312. 111-ті 3-ге бөлсек 11. 154-ті 7-ге бөлсек, яғни бұл жерде қанша болады? 2 кем, яғни 100. Яғни бұл жерде оқушылар 140-20 болады, одан кейін 14-22. 134 2-ге бөлсек, соңында 2, 130, 2 болса, яғни 75, 65, 67. Сендер тексеріп жақсылап өздерің анықтап шығыңдар. Келесі 4-ші ол теңдеу. Теңдеулерді шешіңдер дейді. Біріншісін көрсетем, яғни 135-ті 5-ке бөліп алам. Мына жерде 135-ті 5-ке бөлсем 7, 27. 27 тең 27 қосылған y дегені бар екен ғой. Яғни y тең 542. Y тең 542 азайған 27. Y тең 542-ден 27-ні азайтамыз. 25 болады, ана 2-ні кеткіземіз. Содан 15. Яғни 515. Келесі y-іміз 515 болды, оны апарып қойып тексеріп көруге болады. Келесі x минус 39 көбейген 4. Енді бірінші көбейтуді орындаймын да жалғастырып кетемін. 39 4-ке 120, мына 36 150
Al endi okuşlar bu yerde, yani x tabu üçün x teң 150, mına minus 156 degen mынайга плюс болуп өтөт. 156. Sodan x teң 2 koşsak 306 çıgat. Onun apart tekset bölülerine bolat. Kelesi y tabu üçün men mına 2'ni köpeytip жалгастырып кетем. 69 4'e köpeytем. 69 4'e bagan türünde köpeytip tekset bölülerine жазганмын мен. 240 36 276 teң 500. Y teң 500'ge koşulat, yani minus 10 jaga plus bolup ötet. 276. Y teң 776. Tekset bölülerine bolat. Bagan türünde orundap, yani köpeytүү bölü koşup azaytууlan teksetlerine bolat. Kelesi 900 minus x teң 216'nı 3'ke bölemiz. Ol degen 216 degenimiz 72 çıgat 72. Endi x'ti табуу үшін мына x minus болду мына жерде. Демек x'ti оң жакка өткүзөм. Minus x'miz оң жакта плюс x болот. Тең 900'дөн 72'ni азайтам. 900 айрылган 72. X тең 900'дөн 72'ni azaytsam 828 çıgat. Onuna koyup tekset bölülerine bolады. Kelesi esepke köşemiz. Kelesi esepkin şartı men tanıştıram. Yani mına esepleri tekset bölümleri mümkün. Bunun içinde kişine sende de orundaytın eseptin bir şarttan kaldırıp ketimi mümkün. Sende son tekserler durus emesligini özlerinin tekset bölümleri. Çünkü oya 5. esep klassikалық muzika konsertine birinci günü 26 bilet, al ikinci günü odan 5 есе artık. 5 есе artık dese kalay болады. Birinci günü 26, ikinci günü osudan 5 есе artık. 5'e köpeyedi. Kança болады? 30, 100, 130. Ikinci günü 130 болады. Birinci және ikinci günü kança bilet satılgan bolsa, üçüncü günü sonça bilet satıldı. Üçüncü günü mına ekөө koşulganday. 130 koşulgan 26 teң 156. Çünkü oy. 3 günde bağlı kança bilet satıldı dep tur. 3 günde birinci gün 26, ikinci gün 130, üçüncü gün 156 teң bardığın koşulganız 156 koşulgan 156. Yani mına yakta ekön koştum 156. Oğan 156'nı koşsam 312. Cevap 312. Örnek boyunca esep kurastırıp onu çıkar. 26'nı 5'ke köpeytip, odan 26'nı azaytamız. Ol degen söz 26'nı 4'ke köpeytkenge teң болады. 26'nı 5'ke köpeytsem kança bolot? 130. Odan 26'nı azaytam 104. 104 çıkат eкен cevabı. Осы деректерди пайдаланып өзүң эсептеп курастырсаң болот. Осыған уксас. Түсінікті ғой, окуучулар? Ал мына жерде есептеп берилипти. Yani есептеп тексерип көрүүгө болот. 113 см 5'ke көбейтеміз. Сонда қанша сантиметр шығат? Бақан түрінде көбейтіп, менің жауабыммен тексеріңдер. 500 қанша? 50, ана 15, 565. 565 сантиметр. 421 килограмм 2'ye көбейтсек, 842 килограмм. 184 metrді 2'ye бөлсек, 2, 4, 92 metr болады. 484'ті 4'ке бөлсек, yani kilogramмен берілген, 121 kilogram шығады. 223'ті 3'ке бөлсек, yani бұл жерде кішкене bir qatelik болуы мүмкін. Яғни 223'тің орнында сендерге басқа сан берілуі мүмкін. Себебі бұл жерде қалдық шығады. Қалдықпен жазамыз. 223 көбейту екен ғой, кешіресіздер. Көбейту болса жай ғана көбейте саламыз. Көбейтуді орындаңдар. 223'ті 3'ке көбейтсек 669 литр. 693'ті 3'ке бөлеміз. Соңында 1 болады. Odan alın 3 болады. Odan alın 231 millimetr болады. Түсінікті ғой, оқушылар? Бұл есеп дәл осындай жолмен шығады. Сендер тексеріп, өзінің баған түрінде орындағаннан салыстырып көрулеріңе болады.
Kelesi esep 7-nji esep şartı boyunca orundaymiz. Örnekleri bagan türünde jaz және esepte. Sендер менің жазған жауабыммен bagan türünde есептеп салыстырып көресіңдер. 4-тен 6-ға көбейттік 64. 35-ті 5-ге көбейттік 150, 175. 438-ді 2-ге бөлсек қанша болады? 200. 38-ді 2-ге бөлсек 219. 492-ні 6-ға бөлсек 492-ні 6-ға бөлеміз. Қанша шығады? Яғни бұл жерде 82 шығады. 82 жазамыз. 82. Тексеріп көріңдер баған түрінде орындап. Мынау да дәл солай баған түрінде орындалады. 456 қосылған 379 қосамыз. Мынау 5, мынау 12, оған 1-ді қосамыз. 13, 1-ні сақтаймыз. 7, 8, 835. Келесі азайтамыз. 945 азайған 657. 15, яғни 5 жетпейді, сондықтан бір қарыз аламыз, 15 болады, 15-тен 7-ні азайтамыз, 8, мына жерден бір қарыз аламыз, 4-тен 3 болды, 13, 13-тен 5-ті азайтамыз, 8 болады, мына жерден бір қарыз алдық, 8, 8-ден 6-ны азайттық, 288. Ал 1000-нан 698 азайтамыз, соңында 2 болады, бұл 302 деген сөз. Баған түрінде орындаңдар бұлар. 178-ге қосамыз 748-ді. 16, 1-ні сақтаймыз, 11, оған 1-ді қосамыз, 12 тағы 1, 8, 9, 926. Баған түрінде орындап, тексеріп көріңдер. Ал енді оқушылар, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма, яғни номер 8-ші тапсырма, теңдіктер тура болатындай барлық сандарының арасына амалдар таңбасын қойып шықтайды. Яғни қосу, азайту, бөлу, көбейту дегенде амалдарды қоюымыз керек. Түсінікті ғой, оқушылар. Ал енді оқушылар, мына 8-ші есепте, яғни айтылған бойынша сандарының арасындағы амалдарды, яғни таңбаларды қойып шықтым. Қараңдар, біріншісінде 1-ге 2-ні қосам 3, 3-ге 3-ті қосам, яғни 6, одан 4-ті азайтам 2, 2-ге 5-ті қосам 7, 7-ден 6-ны азайтсам 1, 1-ге 7-ні қосам 8, дұрыс екен. Келесі 1-ді 2-ге көбейтем 2, оған 3-ті қосам 5, 5-ге 4-ті қосам 9, 9-ға 5-ті қосам 14, 14-тен 6-ны азайтам, 14-тен 6-ны азайтсам 8, 8-ден 7-ні азайтсам 1, 1-ге 8-ті қоссам 9. Керемет. 1-ді 2-ге көбейтем 2, оған 3-ті қосам, мынау қосу 3-ті қосам 5, 5-ге 4-ті қосам 9, 9-ға 5-ті қоссам 14, 14-ге 6-ны қоссам 20, 20-ға 7-ні қоссам 27, одан 8 азайтам 19, 19-дан 9 азайтам 10. Демек жауап дұрыс. Түсінікті болса, бүгінгі сабағымыз осымен тамам. Сау болыңыздар оқушылар.